Що ви кажете казахам? Вы либо меняете свое правительство, либо не говорите, что вы поддерживаете нас. А вы только трындеть можете. Ассалаумалейкум, қазақ елі. Мынау ертең Иран, Украина, Хезболла, Хамастар Қазақстанды бомбить етсе, таңғалуға болмайды. Тарсылдап, білесіздер ғой, Иран қандай ол өте серьезный халық. Құдай көршіміз, бірақ оның бәрін көріп отыр, үндемей отыр пока. Кеше мынау біздің мен президентке таңғаламын. Біздің осы президенттің политикасы туралы айтайын деп. Қалай ол кісіні оңға жұмысқа алып жүрді. Қалай оны политик дейді, международный классы. Қай жерінде политик, мен білмеймін. Қазір мен даже күлгім келеді. Орысша айтады ғой, под дурачка косит. Біздің билік туралы айтып жатырмын. Сыртқы істер министрі немне берді, международный сообщество жалобы не қылғандай болып, Украина бізді бомбалап жатыр, Украина біздің танкерді не қылып жатыр. Қалай сендер не аласыңдар? Ресейге миллиардтаған ақша беріп жатсыңдар. Ресей жағында соғысып дегенде, косвенно. Мұнай беріп жатсыңдар, 50 мың тонна мұнай. Масқара ғой, қазақтың немнесін аузынан айырып. Басқа мұнайлар қанша кетіп жатыр дейді қазір. Енді ол без подтверждения. Бір жеке нефтеперерабатывающий завод дейді, ол беріп жатыр дейді. Ол жеке нефтеперегонный завод туралы біз естіген жоқпыз ғой. Трампқа қанша миллиардтаған доллар, Израильге қанша миллиардтаған доллар беріп жатыр. Ертесіне олар біздің доллармен Палестинамен бомбить етіп жатыр бақыстарды. Кішкентай балалар, кемпір шалдарды. Бірінші күні Иранды бомбить етті. Кішкентай қыздар оқып жүрген мектепті бомбить етті. Өздерінің немнесіне қылып. Қалай енді сендер ойлайсыңдар енді? Сендер бүйтіп қарасаң, визаны аштыңдар Израильге. Ешқандай мемлекет безвизовый режим Израильмен не алмайды. Тек қана Қазақстан и Украина. Украина ол еврей мақұл. Баяғыда президент еврей. Тоқаевта еврей болғаны ма? Бұрында енді Украинада еврейлер тұратын еді. Олар кетті, қайтадан безвизовый кіріп, оларға баспана берді, не қылып жатыр. Ертең бір нәрсе болса, қазір өзіне тоғылып кіріп жатыр бізге. Біліңіздер ме? Енді қалай таңғаласыңдар енді? Мен қорқып жатқаным, біздің политиканың бәрі немеге постановкасы істемейді ғой. Сен бұлар исполнительдер, кукловодтар айттым ғой, басқалар отырған, сөйтіп қазақтарды мынау Украина бізді бомбить етіп жатыр, бүйтіп жатыр, сөйтіп соғысқа апармаса болды. Ресей жағында. Ол Ресейдің арманы баяғыдан, Наполеон кезінен қазақтарды апарып, пушне мясо сияқты орысша айтқандай тықты. 41-45 жылға да он кей передовойға тықты қазақтарды. Қазір де арманы сояққа тығуға. Өтіктен біздіңкілер айтып қояды, айтыңдаршы мұны қорқытып қазақтарды. Осындай біз кіреміз, құртамыз, сөйтеміз деп, сөйтіп олардың депутаттары бар, басқа бар, иттері бар, күшіктері бар, сөйтіп айтады. Біздіңкі тек ешқандай министерстволардың барлығы үндемей отырады, биліктегі отырғандар. Сол үшін таңғалуға болмайды мынау политика. Мен таңғалып отырмын, Тоқаев мырзаның политикасына. Қандай политика ол сен? Тек қана халықтың өз әкесінен қалған байлық, өзінің әкесінен қалған немелер сияқты оңға солға беріп, Израиль Америкаға, Ресейді сол. Біз Израильдің жағында, Америка жағында соғысы басым, бүйтіп қарасаң косвенно. Ресей жағында соғысы, тағы да таңғалады бізді. Бізді бомбить етіп, по дурачка касет еді. Кого-то бір невинная девочка, бір старая проститутка, бір невинный девочка сияқты прикидывать етеді ғой, енді бұл грубо айтқандай. Мен пікірім күмән бойынша бізді бомбить етіп жатыр. Оның бәрі қаяққа апарады. Мен қорқатыным біздің жастарды, біздің әскерлерді келешекте мүмкін деймін. Сол Ресей жағына соғысуға тығамы деп. Ондай болмай-ақ қойсын, бірақ енді сондай варианттар деп ойлаймын. Оның үстіне мына солтүстік Қазақстанға қазақтар жібермей деген политикасы болып отыр. Түсіндіңіздер ма? Кейін пешек беретін еді, ініміз, бауырымыз, Дарабай дейтін апар көндіріп, мынақта үй береміз, сөйтеміз деді, онды да жауып қойды. Не үшін?
Нақ десеңіз, менің пікірім күмәнім бойынша жағы солтүстікте де орыстар жағы превосходство болсын деп. Мәселен, ертең мүмкін деймін. Референдум салсақ, біз Россияға қосыламыз деп. Петропавл жағы, Қостанай, басқа облыстар деп. Түсініңіздер ме? Мүмкін өзін жағы ертесіне сол жағы осы билікті қолдасын деп солар дауыс неғып жатқан шығар. Түсініңіз ме? Қазақтарды ең бірінші нан қара нан жесек те халық жан жаққа шашпай ақсан қазақтарды лықтырып тығып тастау керек қой. Ол да орыстар, миллион орыстарды кіргізіп жіберді. Еврейлер кіріп жатыр, Қытай кіріп жатыр. Қазақстанда кириллицаны білмейсің де кіргізбейді. Менде бір аперист орыс бар, өтіріктен қазақтың спортсмендерін біреу бір нәрсе жеңсе деп не қылады, сол 3 жылдың ішінде жаңағы немнен беріп жіберді жаңағы азамат. Қандастар ала алмаған азаматтықты жақында ресейлік блогерге берді. Ресейліктер оп-оңай Қазақстан азаматтығын алып жатқанда, біздің қандастар өз елінің азаматтығына қол жеткізе алмай зар қақсап жүр. Біздің қазақтар пәленбай жылдан бері алмайды, кириллицаны оқи алмайсың деп алмайды екен. Түсіндіңіздер ме? Мынау жағы солтүстік Қазақстан барлығы бар. Не қылып жатқан? Қайқа апармақшы бұл сонда? Жайлап жағы мына тілді құртты, тілдің бәрін жағы онки постановкамен жағы түбімен құртып жатыр. Қазақтарды түбіменен жағы салт дәстүр қыздарын құртып жатыр. Билік осындай деп жан жақтан не қылып. Склярда кеп жағы бастық қойды бірінші. Мынақтан жағы соттар не қылып жерді жағы соттың жағы высший судебный совет дейді, сонда Малахов дейтін отырыс қойған ключевой момент. Соттардың барлығы жағы орыс, Ресей азаматтарына, Ресейге кассация еткенде, мынау банк еврейлерге кассация еткенде, бәрі соларды бір құдайдай көріп, құдай кешірсін, сөйтіп соларды не қылады. Түсіндіңіздер ме? Мынау әкімнің тірлігі қандай? Мынау немнесінің тірлігі. Біздің қазақ жігітіміз, бауырымыз жағы қазақ тілін талап еткен үшін, қазақ тілін Қазақстан талап еткен үшін 5 жыл беріп жүрді. Бишуинов дейтін азаматымызға. А мынау менің күмәнім бойынша жағы Алматы қалауының жағы әкімі сатып алды. Маған жағы врач арқылы мен күмән бойынша организовать еткен осы сатып алды. Сөйтіп өлтіру үшін. Дәлелдерін бәрі сот көз жеткізіп, сөйтіп жағы без жағы жазасы қалдырды. Бұл жағы сот қарамайды, басқа қарайды деп. Нахальным образом. Түсіндіңіз ме? Содан кейін не болды бізді? Қандай политика бұл? Әкесінің қалған байлығы сияқты оңға солға таратып, өзін қазағынан аяп, аузынан жүріп, жағы Петропавлдың жағы солтүстік Қазақстанға жібергізбей, мынақта не қыл жасап жатыр. Ресейліктер лық толып кеткен Қазақстанда қазір. 1 миллион қазақ дейді, өзіміз қазақ кешемі арасан бойыншаға бардық. Өңкей орыстар, дәу, наколкамен жүр деді, немді орыстар. Сұрауыты, россияне деп тұр, ашық. Лық тола. Үстін бәрі наколка. Мен ойлаймын, олар ЧВК мүмкін ішінде істе бар. Бірінші әлі не қылса қазақтарды басып тастайды. Түсіндіңіздер ме? Мына жерде 200 қазақ жинап қоса апарып қалмайды. 9 майға көрдіңдер сатып алды. Бүкіл қазақтар деп басқа орыстар белорусский лентамен солардың мен ішінде жүрді. Полиция арасына кіріп қойған қазақтар жағы оларды қорғап. Сонда біз не болғанымыз? Мысалы Израильде, Украинада жағы еврей немнесі президенті. Оларда жағы немне қылып қойған анандай заң шығарып жағы еврейге жағы бір сөз айтсаң 8 жылға сен түрмеге не қылады екен. Ол еврейлер. Бізге де сөйтіп шығару мүмкін. Орысқа бір ауыз сөз айтсаң. Қазір сондай болып отыр ғой. Еврейге сөйтіп айтсаң, сен пәленбай болады деп мүмкін. Ең бірінші қауіп менде ондай болмай-ақ қойсын. Бірақ мен пікірім күмән бойынша осылай әтейі айландырып кеп, жағы мынау Украина бізді жағы бомбалап жатыр, жағы біздің немнелерді біз жағы сөйтіп сол жағы политиканың арқасында жағы қазақ балаларды әскерді жағы Ресей жағында Украинаға қарсы соғысқа жібермесе болды. Түсіндіңіздер ме?
Ондай болмасын. Мен болжам пікірім болып қалсын. Бірақ ондай болуы мүмкін. Ар жағын ойлап істейді ғой бұлар. Енді бұрын қазір бұлар енді құрылтайды өткізіп, бірінші мақсат құрылтай ясын қалай жасайтын. Мұғалім жағы, врачтар арқылы, олардың барлығы солардың поддельниктері бүйтіп қарасаң. Сөйтіп бүйтіп жасап, арты құрылтайды не қылады да, оңкей жағы мертвый души, жағы оңкей жағы мертвый, кешіңіздер, мертвый адамдарды әшін басымен кейзеп бүйтіп отыра беретіндерді қойып қояды парламентке. Вот, өткізу керек деп талап қоймайтын адамдарды алады. Жағы басқа жағы, Тоқаевқа жағы немнеға импичмент жасайық дейтін адамдарды қоймайды ояқа. Мынау жағы Әбенов сияқты мынау жағы басқалар сияқты халықты алдап, халықты не қылып, сөйтіп пықыр-тықыртын айтып, сөйтіп тағы өткізе береді. Сөйтіп біз уже немнеге не қылып кеттік, біз Ресейдің жағы уже баяғыдан губерниясын енді узаконить етіп не қылып жіберу мүмкін. Орыстар көбейді. Мына жерде біз кешке қарай қыдырып шығамыз, Тереңкур дейтін немне бар. Барлық кешке қарай салқын судың жағасында жүреді. Өзі төмен жақта тұрады, ауасы да таза. Өңкей орыс қаптап кеткен. Бір Ресейде жүргендей боласың қазір. Сөйтіп жағы, анау жағы Сәденов дейтін ішкі істер министрінің тірлігіме деп ойлаймын. Кейін анау Сағынбаев деймі, Сәлімбаев дейтін сол КМБ-ның бастығы, анау Ардақназаровтың жағы бір сортыма деп ойлаймын. Мен білет жағы жақтырмайтын жағы сөйді құшақтасып, сүйісіп, орыстың жастарын қойып қояды. Белін ұстаба, құйрығын ұстаба, тартып кетсе не қыптырады, мен провоцировать ету үшін. Мен өтіп кетсем демей, жүгір өтеді алдына қайтадан тұрып не қылады. Қайтадан өтіп кетсем, тайтын, не үшін жасап отыр? Олар жасап отыр, мен бір нәрсе не қылсам, сөйтіп межнациональный розынба, қамату маған, іздеп жүр қазір билік. Қандай проблема? Осыдан іздеп. Мен қорқатын болсам, баяғыда қорқатын ем ғой, өмірдің бәрі кетті уже. Баламды да үйленбесін деп, қызын ата-анасын туысқандарын қорқытып, 2 марта сөйтіп жасаған. Маған қанша покушение, басын қорқатын болсам қорқатын ем ғой, енді бұлар енді іздеп отыр, қалай не қылып, өңкей жағы, мынау ертең жағы ең бірінші жауап тартатындар, сол осы біздің Қазақстан тон алып отыр, ашық. Ашық жағы жан жаққа беріп отыр, мынау Шодиев жағы, Ким Цхайлар жағы, Ибрагим сияқтылар, мына Муталип сияқтылар, табанасына миллиардтаған доллар халық почти на грани аш болып қарны тоймай, жұмыссыз дүние жүзінің бәрінде қаңғырып жүрсе, комитет национальной безопасности дейді, антикорды да басып алған сол. Түсіңіз ба? Олар үндемей отыр. Оларды соучастник, түсіңіздер ма? Соны біліп отырып, мен таңғалып отырмын, қалай Тоқаевты жағы оңға алған, қалай ол оңды істеп жүрген, қандай политика ма? Жоқ, ол сен робот болып жүрген, жүрегі жоқ, осы халқына жан ашмай, мемлекеттің жан ашмай, ертесіне мына өңкей қарыздар болды қой, Ресейге ақша миллиардтаған долларды берді, Трамп жағы Израильге берді, өзі жүгіріп барып қарыз алып жатыр жағы, Япониядан алып жатыр, Қытайдан алып жатыр. Мынаяқтан жағы Цхай дейтін 2 миллион ба 1 миллион жағы Қытайды кіргізеді, жаңа қала соққызып дейді. Казино-мазино, сонымен бітті шаруамыз. Сол үшін ойланыңдар. Әсіресе мына билікте отырғандар, халық жағы сендердің қолдарыңнан келеді ол. Ана министр обороның түрін қара, ыржың-ыржың күліп, 1 килограмм манаша шегіп болған сияқты, алар балалар өліп жатыр ма немесе ыржың-ыржың күледі. Вот сондайларды алады билікке, түсіндіңіздер ме? Бірақ енді мен өз жердегі айтылған жағы посттағы немнен бар, ашын күмән жағы пікір жағы болжам болып қала берсін деп не қылам. Бірақ осындай болу мүмкін деп не қылбаттым. Бұл жағы арам тамақ билік Қазақстанның, қазақ халқын жауы деп ойлаймын, ең бірінші. Ол түбіменен 10-20 шақ алдын жағы үйретіп қояды адамдар. Сондай мен жүретін адам. Ең бірінші қауіп соған апармаса болды жағы біздің жастарымызға апарып жағы Ресей жағына соқтыруға. Оның үстіне мынау қазір енді биыл уже келесі жылды кешен бір әрекет жасап, бір өзгеріс болмаса болмайды. Осы жерде айтылған мен көз қарасыма, пікіріме, күнуаныма
өздеріңіз көзқарастарын қалдырсаңыз болады.